Нико. Менің досым менің досым ол және де мен оның үйіне күнде барамын, және де оның бір иті болады жарқа. Мен маған күнде қарап тұрады. Сосын ол маған үріп, мені жай ойнағысы келеді, бірақ мен білмедім оны. Сосын мен итімнің артынан тағыла беретім, және де ол маған барғысы келе береді. Сосын менің досым тағы да екінші досым болды. Сосын біз бәріміз бірге ойнайтын болғанда, ол ит менің арқамда тұрды. Сосын мен кетіп қалдым. Біз ойнап жатқан кезде, сосын менің кезегім келгенде, мен енді лақтырайын дегенде, ол маған ол жеріне отыра берсін деп енді лақтырайын дегенде, ол қарады. Сосын мен лақтырдым. Сосын ол менің арқамнан жүгірді. Мен не істерімді білмей қаша жөнелдім. Қаштым. Мен сосын жыладым. Және құлап қалдым. Тағы да құлап қалдым. Сосын не істерімді білмедім. Ана итті менен алып тастаңдаршы деп айттым. Сосын менің досым ол итті алған кезде оның беттерін тырнап тастады. Сосын мен не істерімді білмей солай отыра бердім. Ал менің екінші досым болса, скамейкаға баспалдаққа отырып күле берді. Күлді. Сосын мен ол итті көмектесіп алайын деп жатқан кезде, ол ит маған қарап қалды. Сосын мен тағы да күлдім. Сосын мен жұрт итінен жұтып алды. Сосын мен жұрт итсіз қалдым. Сосын мен қорықтым. Сосын сол жұрт жүгіруге мәжбүр болдым. Менің досым тағы да күле берді. Және бірінші досым да күле бастады. Сосын ол гараждың артына тығыл деп айтты. Мен гараждың арқылы екеуі күле берді. Сосын мен гаражға да жақындап қалдым. Гаражға жақындағанда енді есіктен кірейін дегенде, есік жабулы отыр екен, мен басын тұрып алдым. Сөйтсем ол тағы да маған келе жатыр, мен штанымды киіп алып, шортикімді киіп алдым да жүгіре жөнелдім. Мен оның жанына өттім. Сосын мен оған айттым, неге сен көмектеспейсің, неге әлі сен күліп отырсың деді. Сосын менің оны ұстап тұрды. Мен ол иттен әлі де қорқамын. Және де мен ол иттер айтқан кезде, ол жай ғана оқиға ғой деп күле берді. Сосын ол мен үшін ешқандай оқиға емес.